Адамның түп санасы 7-8 жасқа дейін қалыптасады. Іштегі қалыңыз ситуацияны тартады. Психологияға сонда қызығушылығыңыз қайдан туды? Осы 5 аурудан құтылу үшін істемеген нәрсеміз жоқ, бармаған жеріміз жоқ. И бас ауыратын адамдардың бір қателігі бар, оларды сұрамаса жұрттың бәріне көмектесіп жүреді. Көп адам өзінің өміріндегі проблемаларды сыртқы жағдайдан іздеп жатады, яғни адамдардан, кейбір жағдайлардан. Ал негізгі мәні оның қайдан шығатынын біз білмей жатамыз. Бүгін сол тақырыпты біз ашып айтатын боламыз. Және де біздің бүгінгі қонағымыз психосоматика маманы, көп адамдардың ішкі жағдайын реттеуге көмектесіп жүрген маман Нұрлан Несіпбай. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Нұрлан мырза, сіз бала кезіңізде өзіңіздің қазіргі кезіңізді қалай елестететін едіңіз? Және сол елестеткен кезіңіздегі картина қазіргі өміріңізбен сәйкес келе ме? Жалпы адамның түп санасы 7-8 жасқа дейін қалыптасады. И біз іштей сондай бір қалде болатынбыз. Бізге бір бостандық беріп, и сол бостандықтың маңайында бір тапсырмалар берілсе, біз содан бір жақсы, бір керемет нәрсе жасайтынымызға сенетіміз. То есть аз жұмыс істеп, бірақ үлкен нәтижелерді ойлайтынмын. И өмір бойы жұмыс істеген кезде сондай компанияларда, сондай жұмыстарда жүрген екенмін. И түбінде, сол жұмыстың түбінде жүрген кезде мені қылқындыра бастайды ғой. Мысалы, маған АО Алель Агро деген компанияны халал дәрежеге, әлемдік дәрежеге жеткізу керек деп, осыдан 10 жыл бұрын жаңағы Марғұлан ағамыздан ұсыныс түскен еді. Ол кісілер ол кезде Дубайда. Тікелей түскен жоқ, бірақ сол кісінің көмекшісі арқылы келген еді. Сөйтіп маған Алель Агроны берді, осыны халал білген істеді. И мен күнімен түнімен жүрем, мен ешкім қадағаламайды, и қолымнан келгенше сол жерде әрекет істейміз. И Әлел сол уақытта Қазақстанда номер 1 болады. Содан шыққаннан кейін ТО Алматинский сладости деген компанияны уже банкротқа кіріп, жағдайы қиын болып жатқан компанияны береді. Осыдан бірдеңке істеу керек деп. Сөйтіп жарты жылдың ішінде компания жақсы дәрежеге жетеді, қарыздар жабылады, кредиттер жабылып, уже пайдаға шыға бастаймыз. Бірақ сосын сағат күнде таңертең 10-да бізде планерка болу керек, сен костюм шалбармен жүруің керексің, бүйтуің керексің деп қылғына бастадым. Сол кезде мен ол компаниядан шықтым. Сосын Greenway деген сетевой маркетинг ұсынды, бұл жер бостандық, білгеніңді істеді. Сөйтіп біраз уақыттың ішінде мен сол компанияның топ-менеджері болдым. И ол жерде жақсы дәрежеге шыға бастаған кезде директорларды жинап, собрание жасайды, бүйту керек, сөйту керек, қайтадан қылқына бастадым. Сол сияқты бір 10 жерде осы күнге дейін жұмыс істеген екенмін. И ол жерде балалық шағымдағы бостандық сай келмесе, мен сол жерден қашып кетемін. Сөйтіп түбінде психологияға зерттедік, қарадық, қалаған уақытында жұмыс істейсің, бірақ қаламаған уақытында демаласың дегендей. Сөйтіп қазір түп санамда болған нәрсе бүгін күнде тәжірибе ретінде, жұмыс ретінде болып жатыр. Жалпы адамның бәрі сондай. Қазір сіз осы жерде отырсыз ғой. И бұл отырғаныңыз сіздің уже түп санаңызда салынып қойған еді қанша уақыт бұрын. Ол жерде ниет етілді. И сырттай саналы түрде жүргенмен іштегі қалыңыз ситуацияны тартады. То есть қазір болып жатқан нәрсе біздің түп санамыздағы болған процестердің айнасы болып тұрды. Сұрағыңызға жауап бере алдым ба? Иә. Сонда жаңа сіз айттыңыз, басында әртүрлі бизнес түрінде көрдіңіз, өзіңіздің еркіндігіңізді іздедіңіз, иә? Сол еркіндіктің кілті сіздің қазіргі мамандығыңыз психология болып тұр. Қазіргі көзқараспен сөйтіп қарасақ, біз сөйтіп ойлаймыз. Бірақ түбінде бұл жаңа предназначение сияқты болып тұр ғой. Бұл сенің арманың, предназначениең шығар деп адамдар көп айтады. Мен білмеймін деймін. Мүмкін менің дәрежем одан да биік шығар. Мүмкін басқа шығар. Мүмкін мен диқан болуым керекпін. Сол арқылы бүкіл әлемді мүмкін атымыз шығар, тағы бірдеңке болатын шығар деген сондай нәрсе бар. Сондықтан қазір осындамыз ба? Осыған шүкір етеміз. Шүкір еткенімізге шүкір етеміз. Риза осы қалде жүруге амал етіп жүрміз. Ал сіз психологияға сонда қызығушылығыңыз қайдан туды? Бизнесте жүріп, осындай мамандыққа ауысып кеткеніңіз. Жаңа сіз Greenleaf'та жасадым дедіңіз. Сетевой маркетингта негізі мен білуімше психологияны қатты оқытады. Кез келген адамды ұстап қалу үшін прям схемасын, қалай сөйлесу керек, қандай бойына тию керек деген секілді эмоцияларын бәрін үйретеді. Сол әсер етті ме? Сетевой маркетинг міндетті түрде өзінің әсерін берді, бірақ сіз жаңа алдында сұрақ қойдыңыз, бұған қалай келдіңіз, не әсер болды дегендей. Мысалы, біздің ақыл, білмеймін, бір швейцарский сағаттың ар жақ бер жағы. Өте ақылдымыз. Бірақ
арамызда ақылы аздау адамдар бар, бірақ дәрежелері керемет, материалдық дәрежелері күшті. Сонда сенің ақылың ақыл болмай тұр да, ол малға әкеп тұрмаса, Абай атамыздың сөзі бар ғой, ақыл малда дегендей. Сен ақылдысың, бірақ малың жоқ. Енді ақылды болсаң тапсай. Американың бір несі бар ғой, если у тебя нету состояния, то, что ты имеешь в голове, басыңдағы ақылың бар, ақыл емес дегендей. Сол сияқты бойымда жаңа ішім қататын, жоғары давлением болатын, сосын гайморит болатын, белімде 3 жерде грыжа бар, бойым, денем қыши беретін. Осы 5 аурудан құтылу үшін істемеген нәрсем жоқ, бармаған жерім жоқ. Сол сияқты қазір жұбайым бар, 5 бала шағамыз бар, и сол жұбайыммен тіл табыса алмаймыз. Мен қолымнан келген нәрсенің бәрін істеймін, бірақ что-то не то. Постоянно бірдеңке біртүрлі болып тұрады. И сол сұрақтардың жауабын іздеп жүріп мен таппадым. Медицинадан таппадым, мештен таппадым, анан таппадым, мынан таппадым. Бармаған жерім жоқ. Бірақ Құранды ашсаң, әр ауруға шифа бар деп Аллах уәде беріп тұр. Енді Құран Аллахтың сөзі болғаннан кейін мен оған сенем, бірақ дәлел жоқ. И бір күні психосоматикаға ілініп қалдым. И психо деген адамның ішкі әлемі, эмоциялары, оның психологиялық халі. Ал соматика деген оның денесі. И денедегі бүкіл диагноздардың артында оның Аллахтың алдындағы қате ой пікірлері бар, күнәсі бар. То есть любой ауруды алсақ, оның артында адамның сол уақытта өзімен өзі шынайы бола алмағаны үшін сол ауру пайда болады. Сөйтіп соларды зерттей бастадым. Мысалы, бел ауыратындарда 1-2 эмоциональный блок бар, оларда кедейшіліктен қорқыныш бар. И бір нәрсені істегісі келмесе де істейді. То есть қалап істемейді, міндет болғаннан кейін істейді. То есть не хочу, а надо болып тұр. И үшіншісі сексуальное неудовлетворение деді ғой. Кішкентай кезінде біраз нәрсені парнуха-марнуханы көріп алады адам. Өскеннен кейін сол суреттермен, әйелімен, күйеуімен болмаған кезде ана эмоциялардың бәрі белдегі энергия сол неден ұрады. Грыжа болады, протрузия болады, бері ауырып, бұлшық еттер бұралып қалады. Сөйтіп, кедейшіліктен қорқынышты алып тастадық. Істеген нәрсемізді жүректен от души істей бастаған кезде белдегі бұлшық ет босады, ауру кетті. Грыжа кеткен жоқ, бірақ ауру жоқ. 4-5 айдан кейін ауру жоқ, спазм жоқ, грыжа тартылып, в общем, белім жөніне келді. 39 жасқа дейін грыжам бар еді, 3 жерден. Қазір 39-дан 44-ке дейін орны қалған жоқ. То есть қазіргі қалім жас кездегі қалімнен мықты болып тұр да, физикалық. Енді давление көтеріле береді, бас ауырады. И бас ауыратын адамдардың бір қателігі бар, оларды сұрамаса жұрттың бәріне көмектесіп жүреді. Анау әр әулеттің апалары болады ғой, байлауыш бүйтіп тартып отырады. Ана пәленшеге көмектестіңдер ме? Айттым ғой, ананы биде самадыңдар ма? Ана бейшара өлетін болды ғой, бірдеңкелерін берсеңдерші деп отырады. И ол адамды сұрамаса да жұрттың бәріне көмектеседі. Өйткені ол адамның ішінде кінәлі сезім бар. Өткен шақта біраз нәрсені жіберіп қойған, істей алмай қалған, күші кеткен, кінәлі сезінеді. Сол қасындағылары арқылы анаған көмектесуге сұрамаса да көмектесетін адамдардың давлениялары көтеріліп жүреді. Өйткені ол басқа адамдарды әлсіздікте қолдайды. Әлсіздікте адамдарды қолдауға болмайды. Енді іші қатады. Іші қататын адам өткен шақты жібермейді. Мысалы, мына кофта кішірейіп қалды, ұнамай қалды, модадан кетіп қалды, бірақ жағдайы дұрыс болып тұр. Киілмей 1 жыл жатыр, 2 жыл жатыр. И мен бұны ауылға, братчикаларға біреуге беріп жесем болады. Жоқ, әлі мода кеп қалады ау, мүмкін арықтап қалам, қимайды, адам жібермейді. Мысалы, сіз бір инструментіңіз бар, ол инструмент қазір керек болмай қалды, бірақ сіз оны басқа салаларда қолданасыз. Ол тозып, жыртылып, вообще күл болып қалмағанша сіз оны қолданасыз. Ол күлін еще бірдеңкемен лаймен араластырып, бірдеңке істейсіз. То есть өмірге келген нәрседен бүкіл құнарлық керек нәрсесін сорып алады. Мысалы, алманы жеген кезде оның огрызгымен бірге жеп қояды. Қалдығымен жеп қояды. Ол қалдық құрт құмырсқаларға қалсын да, оларда аузы бар ғой деген әңгіме ғой. В общем, іштегі аурулардың бәрінің артында эмоциялар бар, қате эмоциялар. Сол эмоциялар табылған кезде бойдағы ауру кетті. Енді қарым-қатынасқа байланысты психосоматика неге қызық болды? Менің денем әйелімнің қасына келген кезде тырса бастайды. Постоянно бір претензия болып тұрады. Ақылға салсаң, ештеңке жоқ. Үй жиналмады ма, айналайын алды жинай сал. Үй жиналмаса, ол үшін ұрылысып, қырылысудың қажеті жоқ қой, дұрыс па? Ештеңке кетпейді. Ертең жинар. Жиналмаса да енді бірдеңкесі болады.
И ішіңді қараған кезде түп санада адамның өміріндегі ең маңызды әйел адам ол кім? Анасы. И ол кішкентай кезде анасынан махаббат ала алмаған. Ананың махаббаты ақ сүтке тең. Сүт омырауға келген кезде қан болып келеді, сосын сүтке айналады. И мен кішкентай кезімде атам мен апам үйінде тұрғам. Туылғаннан мен сол жаққа беріп жүрген. И анамның махаббатын ала алмаған. Түп сана қалыптасқан кезде мамам жоқ. И өскен кезде айтады ғой, келін ененің топырағынан деп. Ол ененің топырағынан емес. Ол ер баланың түп санасындағы анасының бітім болмыстарының айнасы болып тұрады да, и анасына ұқсайтын әйелді көреді де, мен ғашықпын дейді. Сөйтіп жабысады. И сол анасынан алмаған махаббаты содан алғысы келеді. Анасына претензия бар ғой кішкентай кезде, неге тастап кеттің, неге қасымда болмадың деген. Үйге келген еркек үй жиналып тұрса да, ана көрпені дұрыстап жаймайсыңдар ма? Ана шторларды дұрыстап, болмайтын нәрсеге тиіседі. И ол не үшін тиісіп жатыр, өзі түсінбейді, ақылға салса ештеңе кетпейді ғой. Алда дұрыстай сал. Бірақ іштей бірдеңке дірілдеп тұрады. Сол вибрациялар кішкентай кезден келе жатыр. И мен анаммен сол нәрселерді жұмыс істеп, кішкентай керек емес Нұрланды тауып, соның көзқарасын өзгертіп, проработка жасалып, оны регрессия дейді. Сол арқылы өзгердім, үйге келем, үйде не болса да әйеліме претензия жоқ. Үй жиналып жатыр ма, тамақ істеліп жатыр ма, балалар аш-паш емес, бәрібір. Мен ересек адамын, өзімен сұраймын, үйдің жиналмағаны кімді мазалайды? Мені мазалайды. Значит, проблема менде, әйелде емес. Сөйтіп мен істеймін, мен тұрамын да үйімді жинаймын. Ал тура осындай жағдай керісінше әйелдің тарапынан болса? Әйелдің тарапынан болса, ол әйелдер кішкентай кезінде әкелеріне претензия бар. Әкелерінен махаббат алмағандар өздеріне қызғаншақ абьюзерлар тартып алады. И ол абьюзерлар қызғаншақтар жабысып, ана энергия береді. И ол сол арқылы өзінің керек маңызды екенін сезінеді. Мысалы, дүниеге ұл күтті, бірақ қыз дүниеге келді. Сөйтіп ол қыздың өмірінде ішіндегі процестердің бәрі керек емес болып жүреді. Керек екенін дәлелдеп, сұрамаса да кірмейтін жерге кіріп, істемейтін нәрсені істеп, 4-те тұрып алады да, түнгі сағат 1-ге дейін жұмыс істейтіндер болады. Өздерінің керек маңызды екенін дәлелдеу үшін. То есть бұл өмірде болып жатқан нәрсенің бәрін санамен бүйтіп қараған кезде, ол беті ғана. Оның ар жағы не болып жатыр? Осыны психосоматика зерттейді. То есть денедегі тырысулар арқылы іштегі болып жатқан нәрселер. Ортада достар бар, ақылы жоқ, ақылы аздау. Сабақты да дұрыс оқымаған, бірақ қазір бәрі бір бизнесмен, ақшалар бар. Сөйтіп түсінбейсің не болып жатқанын. Сөйтіп мен сұраймын өзімнен, сенің денең сау, ақылың орнында, неге сенің бойыңа ақша, жағдай тартылмайды? Бала шағаң бар, адалсың, зина жасамайсың, ешкімді алдамайсың, түзу жүресің, бірақ ақша келмейді. Өйткені мен іштей өзімнің бейшара екенімді білем да. Өйткені кішкентай кезде жұрттың балаларына әперіп жатқан кезде маған жетпей қалған да. И содан бейшара деген қал бар. И сол түп сана қалыптасып жатқан кезде сол қалге түсіп қалады да, адам өскеннен кейін ол недостойный екенін сезінеді. Мен лайықты емеспін деп біледі. А біреулер болады, просто мен бармын, болғаным үшін Құдай ризығымды береді дейді, оған Құдай бере береді. Блондинкалар сондай ғой. Ақыл аздау, не болса да деп жүреді, бірақ жағдайлар всегда жақсы. Анау ақылдылардың бәрі шаршап, ауырып, 400-500 мың теңге жұмыс істеп жүреді. Бірақ ақылын жүрегіне бағындырып алса, ода даналық пайда болады да, масштаб пайда болады. И сол кезде адам өсе бастайды. И осы құпиялардың бәрін зерттеп жүріп түсінем, түсінгеннен кейін 2020-ның январдың 1-інде маған бірінші адам келеді консультацияға. Мынау қалай болып жатыр деді. Мен айтамын да, әкең қайда? Өйткені бел ауырып тұр. Бел ол кедейшіліктен қорқыныш. Қорқыныш қорғанның жоқтығынан. Адамның өміріндегі ең бірінші қорған кім? Әке. И ол әкесі кішкентай кезде ішіп мамасын ұрады екен. И содан бері бұл, әкесіне тырысқан, мен мамам сияқты болмайым, менің өмірімде бұндай тәжірибе болмайды дейді, іштей әке шешесін осуждать етеді. А сен біреу жайлы жаман ойласаң, Құдай сені бұл дүниеден сол қалге кіргізбей әкетпейді ғой, Сөйтіп соның бәрін зерттеп, қарап, түсінгеннен кейін, әр істелінген әрекеттің артындағы ниетім компенсировать етіп, доказывать ету үшін емес, өсу үшін, қызмет ету үшін, пайдалы болу үшін істейсің да, ақша побочный эффект ретінде келеді. Сол күннен бастап қазір 5 жыл и 4 ай өтті. 5 жыл 4 айдың ішінде 7960-қа жуық адамды жеке терапия қабылдаған екен. 95%-і 1 реттен келіп диагноздардан құтылады.
аурулар кетеді. Ішкі қалі дұрысталады, біраз уақыттан кейін ішкі қалі дұрысталғаннан кейін бойындағы спазмдар кетеді, сосын диагноздар кете бастайды. Хронический аурулар жоқ болып кетеді. Задержка психоречевого развития, аутизм деп мамалар келіп тұрады маған. Мен мамасының кінәлі сезіммен жұмыс істеймін, бірақ баласы ертеңде сөйлеп кетеді. Бір танымалы кісі бар, жүргізуші, журналист, баласы аутист. Баласы осы күнге дейін ұйықтамаған. Таңертең тұрады, 5:30-4-тен бастап, 4:30-5-тен бастап айқайлап жылайды, истерика закатывает. Бізге терапияға кешке келеді, сол күннен бастап бала жыламайды. 1 сағат жұмыстан кейін бала жылағанын қояды. Хотя мен баланы көрмедім. А балалар 12-13 жасқа дейін мемлекеттің алдында және Құдайдың алдында жауапкершілігі жоқ. А олардың жауапкершілігі жоқ болса, олар үшін кім жауапты? Ата-анасы. Ата-анасының ішкі қалі дұрысталса, бала дұрысталады. Ата-ананың өмірінде әртүрлі қиындықтар болады, олар сол қиындықтарға төзіп, сабыр етеді де, өзгермей сонымен тырысып жүре береді. И Құдай біледі бұлардың өзгермейтінін. Бірақ баланың аяғына кірген тікен менің маңдайыма кірсін дейді ғой. Сөйтіп Құдай балаларының диагноз берген кезде ата-ана өзімен жұмыс істей бастайды. Өйткені ата-ананың жаны өлмей тұрып рухани өсу керек та. А ол өспесе кетті да. Мәңгілік страданияға кетеді болды. Сөйтіп түбінде психосоматика адамның өміріндегі шешілмей жүрген сұрақтар шешіле бастайды. Содан бастап хейт кетеді, врачтардан хейт кетеді, психологтардан хейт кетеді, біраз жерден имамдардан хейт кетеді. Оны да мен түсінемін, оларды мен жақсы көремін, ақтап алғам. Өйткені олар айлап, жылдап шеше алмай жүрген нәрсені біз 1 сағаттың ішінде түбін тауып, адамның ойымен кішкентай кезіне апарып, көзқарасын өзгертіп қайтып келген кезде тынышталып қалады. Бірақ біз жақсы көретіндер де бар. Өйткені біразы өздері бізге келеді, басшылар келеді, жаңағы религиозный салада жүрген батюшкалар дейді ғой, имамдар, батюшкалар, солардың арасындағылар біраз келіп алдымыздан жаңағы қарным шығып кетті. Мысалы, ол рухани адам, бірақ қарны үлкен. Белінде майы көп. Ол адамдар жоқ деп айта алмайды. Өйткені олардың көбісі Нұр Мүбаракқа түсердің алдында институтқа түсе алмай қалған, грантқа кіре алмай қалған. Сондай братчикаларың бар ма деп бізден сұрайды. Иә, бар. Иә, Нұр Мүбаракта вакансиялар бар, сол жерге кіргізіп жіберейік дейді. И олар кінәлі сезіммен сол жерге барады. Оқиды, біраз деңгейге жетеді. И сол жерге жетіп, рухани өскеннен кейін кішкентай кезде істеліп қойған күнәлар бар ғой. Солардың арқасында бұл кінәлі сезінеді, оған не айтса да ол жоқ деп айта алмайды. Жүрегі жоқ, мен бүгін үйде боламын, көмектесе алмаймын деп айтса, ол Құдай үшін жоқ деп айтты. Бірақ ол ақылымен иә дейді, жүрегімен жоқ дейді, өйткені түсінбей қалады, ертең сөйлейді, андай қылады, мындай қылады деген ой келген кезде ол жоқ деп айта алмайды. И ол подушка безопасности ретінде белінде май болып жиналады. Сөйтіп адамның бойындағы любой диагноздың артында оның ішкі қалі тұр. И ол қалі, эмоциональный қалі Құдайдың алдында күнә болып тұрады. Енді моноатеистический религия дейді ғой, иудаизм, христианство, ислам, буддизм, соларға салған кезде бәрі күнә болып тұр болды. Соның бәрін таптық, түсіндік, осы салада жұмыс істей бастадық. Бүгін күнге дейін 840 адам әлем бойынша оқыттық. Іліміміздің бәрін аккредитацияға салып, учебный планда подтверждать етіп, қазір диплом о профессиональной переподготовке государственного образца беріп, Швейцариядан врачтар высшей категории, депутат Госдумы, сондай адамдар келіп бізден 1 айлық сабақ алып, рухани өсеміз деп келетіндер болады. 100 мыңнан астам отзыв алдық. То есть прямой эфирді көреді, ертеңде айтады, экземем тартыла бастады дейді. Псориазм кішірейе бастады дейді. Өйткені эмоциясын түсінді, қателігін білді. Мысалы, адамда сахарный диабет, ол сахарный диабеттен құтылу үшін істемеген нәрсе жоқ. Врачтар айтады, құтыла алмайсың дейді. А оның ішінде бір қалі бар, өтіп кеткен мүмкіншіліктерді жіберіп қойған үшін өкінеді ғой. Сол өкініші оған тәттілік өмірінде бермейді. Оған махаббат көңіл жетпей, сөйтіп тәтті жетпей сахарға түсіп қалады. Сол екі қалын алып тастаса, сахар кетіп қалады. Сөйтіп түбінде бұл сала адамның өміріндегі, мен өзімнің потребностьтерім жабылды. Өйткені консультацияда арзан емес, оқуда арзан емес, жалпы жақсы нәрсе, мына мысалы стол қымбат қой. Керемет. Бұл қымбат керемет болғаннан кейін, кілем қымбат керемет болғаннан кейін, бұның қадырын білеміз де, деп жөнін қараймыз да дұрыстап. Тегін келсе, арзан келсе, бұның бычын шығарып, түбінде жыртылып, шіріп, бір жерде қалады. Сондықтан жақсы нәрсе арзан тұрмау керек, адамның түп санасы сондай. Қымбат бергеннен кейін оның мәні болады, қадыры болады, соны түсінеді, сөйтіп жүреді. Сөйтіп, 1-2 жылда өзімнің потребностьтарым бәрі жабылды, Аллаға шексіз шүкір 1 ай болды, жеке өзімнің пәтерімді
кредитсіз, ипотекасыз алдым. 44 жасымда 5 баламен жеке үйлі болдым. То есть ипотекаға басқа кірмедім. Құдай күнімді ешкімге қаратпа деп, сөйтіп квартирада тұратым. 5 баламен, 2 бөлмелі 70 квадратта. Үйге кірсеңіз хостел ғой, короче, пачка-пачка балалар шашылып жатады. Қазір құдайға шүкір әркімнің өзінің бөлмесі бар. Жақсы жерден квартира алып, 1 ай болды кіргенімізге. Кеше штор орнатқанбыз. Сол штордың бір жағы түсіп қапты. Соны реттеймін деп, қазір чуть кешіп қала жаздадым. Сөйтіп психосоматикаға келдік. Жақсы, керемет Нұрлан мырза. Ал сонда бір сөзбен, қарапайым тілмен айтқанда, психология мен психосоматиканың қандай айырмашылығы бар? Менің ойымша, психология деген адаммен тілдесу арқылы оның жауабын адамның өзіне тапқыздыртатын секілді. Ал психосоматика адамның жаңағыдай ауруы арқылы жауабын нақты беру. Келсе аламын, бірақ психология ол ақылмен істелінетін нәрсе. Психосоматика жүректен істелінетін нәрсе. Осыдан психологияны основателі Фрейд, дұрыс па? Фрейд деген маман бар, психологияның основателі. Сол маманның жұмыстарын зерттей отырып, бір сөзге келініп қалдық. Ол кісі бүйтіп айтады. 30 қағиданың 6-ын алдық дейді. Бір түркі маман бар. Сол маманның 30 қағидасының 6-ын алып, біз классический психологияны жасадық дейді. Ол маман кім десеңізші? Ходжа Ахмет Яссауидің 30 қағидасын 6-ын алып психологияны жасайды. Ол психологияның бәрі түбінде менмендікке келеді. Өзің үшін өмір сүр, өзің шекараңды біл, өзіңді таңда. Менмендік ол эго, тәкаппарлық. Бірақ түбін зерттеп келген кезде, анау пока я не я деген сөз бар ғой. Тәубенің орысшасы пока я не я. Мен әлі мен емеспін деген сөз. Ақиқи мен ол жан мен дене. Ал жалған мен ол мен да, тәкаппарлық. Сөйтіп, жаңа классический психология түбінде тәкаппарлыққа келеді. Өзің үшін өмір сүр, өзіңді біл, өзіңдікін айт, өзің үшін тор деген дейді. Бірақ жоқ, жаныңыз үшін, денеңіз үшін, денеңізде жаныңыздың иесі бар. Құдай үшін осы жанды Құдай берді, осы сезімді Құдай берді, Құдай үшін осы сезімді жіберем. Мысалы, мен үйге келе жатырмын. Рульда риза болып, күшті болып келе жатырмын. И ойыма жұбайым есіме түседі. 5 бала туып берді, 20 жыл қасымда болды, адал, таза, жоқ болған кезде де шыдап берді деген сондай бір іштей көңілдер жиналады, сезімдер. Үйге кеп қазір айтамын деп, сөйтіп кірем үйге. Үйге кірсем бүйтіп бүкірейіп отыр. Сөйтіп анаған қараймын да, қойшы болсын деймін де. Жатып ұйықтап қаламын. Ол сол жерде бүкірейіп отырған кезде оның ішкі халі дұрыс болмады. Бір нәрсеге уайымдады, переживать етті. Ол ешкімнен сұраған жоқ, жеке өзімен іштей отырып Құдайдан дұға етті. Маған поддержка керек деп. Ешкімнен сұраған жоқ, менен де сұраған жоқ, Құдайдан сұрады. Сол сәтте Құдай менің ішіме жаңағы сезімдерді салады. И мен сол сезімдерді Құдай үшін оған жеткізуім керекпін. Бірақ үйге келген кезде ол бүкірейіп отырады, мен ақылға саламын да, қойшы деймін да. Жүректен емес, ақылға саламын да, қойшы деп жатып ұйықтап қаламын. И таңертең тұрған кезде екі жауырынның ортасы, мына лопатканың ортасы, что-то түнде дұрыс жатқан жоқ, ұйқым дұрыс болмады, ана жастық үлкен болды, или жел ұстап қалды деймін де, соған сілтеймін. Бірақ оның психосоматикасы кешегі берілген, жатар кездегі берілген сезімді иесіне жеткізу керек еді. Қожайын берді, иесі бар, сол сезімді жеткіз деп әйеліне айт деді. Мен айтпадым. Күнә болды ма? Күнә болды. Таңертең тұрам, мынау жіберу үшін мен не істеймін? Бірінші іштей айтам, мен кеше күнә істедім, сен сезім бердің, мен айтпадым. Мойындаймын, мен қайталамаймын деймін де, жұбайыма кеп айтам, айналайын, кеше что-то қуып кеттім. И ол ана жерде, кеше сондай керек еді деп айтады. Кеше соны күткен ғой. Енді мен сол сезімді уақытында жібермедім, екі жауырын ортасы, екі лопатканың ортасы келді, тақ ет ұстап қалды болды. Мысалы, сіз мен нервымға тидіңіз. Мен қатты ашуландым. Бірақ ақылға салам, камералар тұр. Жұрттар не ойлап қалады, сабыр деп басам. Іште ашулы Нұрлан бар. Ол мына жақтан шығып келеді. И мына жердегі Нұрлан айтады, сабыр ұят болады, жұрт не дейді, ертең телевизорға түсіп қаласың дейді, сөйтіп басып тастайды. Өт көтеріледі, қышқылдық. И мен басам. Сондай адамдардың өті толып жүреді. И әр ауруды алған кезде түбінде жаңағыдай болып қиыншылыққа түсіп қаламыз. Сондықтан психология ақылмен істелінеді.
Ал психосоматика ол ақылды жүрекке бағындырып, сол жүрекке қызмет еткізіп қояды. Түсіндіре алдым ба? То есть психосоматиканы ашқан кезде ол адамның психоэмоциональный халі, соматика оның денесі. Бұны новый германский медицина дейді қазір. Өйткені осы арқылы адамның жүрегіндегі үрейлерді тауып, орнына қойған кезде диагноздар кете бастайды. Ал сіздің осы 5 жылдық тәжірибеңізде көптеген адамдар келді. Солардың бір ортақ жиі кездесетін проблемасы қандай? Кінәлі сезім. Өзін кінәлау. Қорқыныш, болашақтан қорқыныш. И көбінесе маған диагноздармен келеді. Соңғы кезде көп балалардың диагноздарымен көп келіп жатыр. Жаңағы задержка психоречевого развития, аутизм деген аурулармен. Ал ер адамдардың психосоматикасы мен әйел адамдардікін салыстыратын болсақ, олардағы жиі кездесетіні қандай? Әйел адамдарда жыныстық органдарында әртүрлі аурулар. Миом, киста, молочница, жаңағы етек кір болған кездерде қатты ауырам деген сондай халмен келеді. Миома іштегі еркекке деген ренжісі. Ол әкесі болуы мүмкін, ол кездесіп жүрген мектептегі жігіті болуы мүмкін, ол қазіргі күйеуі болуы мүмкін. Сол ренжіс. Бұл біріншісі. Екіншісі киста яичников. Киста өсу үшін әйел адам өзінің қалын бұрышқа тығып тастап, күйеуінің әр күні келіп, оған жаман сөзі, ұрғаны, сөзбен тістейді, бүйтеді. Сол ударлар келе бастаған кезде, анау яичник деген нәрсе бұл әйелдің женский болмысын береді, женский начало. Сол женский началоға удар тие берген кезде киста нарастать етсе, сол ударды смягчать үшін қойылады. Молочница пайда болған кезде ол еріне жақындағысы келмейді, оның денесі оны отталкивать етіп жатыр. Омыраудағы диагноздармен көп келеді. Омыраудағы диагноз, оң жақ омырау, ол күйеуіне мама болып алған. Омыраудың міндеті аналық инстинкті балаға беру. А бұл аналық инстинкті күйеуіне беріп жүр. Жата бер жаныма, өзім істей салам, көмір келгенде өзім таси салам, ойбай анам бүйте салам, өзім істей салам, анау үлкен тұңғыш ұлы сияқты болып қалады. Сол жағы братишка, сестренкалар мысалы көбінесе мамалар айтады: сен үлкенсің ғой осы семьяда. Ертең біз өлгеннен кейін ана братишкаларына қара, соларға тіл көз болып қал деп. И бұл өскеннен кейін анасының алдында кінәлі сезінеді, ана братишка, сестренкаларына мама болып алады ғой. Солардың жағдайын реттеп жүреді, өзінің бала-шағасы қылып кетеді. То есть материнский инстинкт дұрыс кетпеген кезде омырауда проблема болады. Рак груди, мастопатия, анау-мынау деген сода. Женский органдардың бәрі, ішкі төмен жақтағы органдарының бәрі женский начало дейді. Әйелдік болмысының басталуы уже кесіліп, ол әйел уже еркек болып баратыр деген сөз. Кесілген нәрсенің бәрін алып, мясорубкадан өткізіп, пакетке салып, мына жеріне байлап берсе, уже еркектен айырмашылығы жоқ. Еркектің бойындағы жаңағы простатасы бар, уже дұрыс болмай жатырмын деген, олардың ішіндегі эмоциясы: мен бұрынғыдай емеспін дейді. Бұрын ойбай, жас кезімде мықты едім, қазір бұрынғыдай емеспін. Жас кезде ол әлі әйел адам көрмеген. Үйленген кезде ол әйел оған сүйкімді, күшті болып тұрады, оның ішіндегі қызуы ұрып тұрады. Сөйтіп көрген сайын жаңағы істейтінін от души ұзағынан істеп болады. Оны күнде көре бергеннен кейін, ол әйеліне ақша салып, ол әйелінің болмысын жақсартып, оны бақытты қылып, ол әдемі күшті болып жүруіне инвестиция істелінбесе, ол әйел 3-4 жылдан кейін туған әпкең сияқты болып қалады. Үйге келесің, қарындасың сияқты. Қарасаң, желаниең болмай тұрады, әбіршіп кеткен, толып кеткен, уже бойында папилломалары бар, уже тамақпен балалардан уже үстіне басының бәрі сасық поварлар сияқты, анау подвалда сөйтін проветриваемости жоқ жерлердегі поварлар болады. Сыр істің арасында сондай иіс шықты. Ол еркек ананың қасына келеді. Қатты сағынған кезде енді бір жақындар, бірақ ұзағынан бола алмайды, өйткені не то болып тұрады. Сөйтіп бұл жатып алады да: ой, мен бұрынғыдай емеспін деп еркектігін азайтады. Тестостерон түсе бастайды. Короче, іштегі ой. 14 ғасыр бұрын имам Али ибн Абу Талиб мынандай сөз айтқан еді: сенің ауруың сен өзіңнен дейді. Сен оны білмейсің дейді. Шифа да ішіңде, сен оны сезбейсің дейді. Өзіңді кішкентай ғана адаммын дейсің бе? Жоқ. Сенің ішінде үлкен бір әлем бар дейді, рухани әлем. Сол рухани әлемді Аллах бүйтіп орап ішіңе салып қойған. И сол әлемді аша білу керек та. И сол әлем жаңағы қаліпте да, қаліп жүрек. Қаліптің ішінде жаңағы қалы бар. Ол қаліптің құлпы бар, құлыптың кілті бар. И әр еркек үйленген кезде өзінің әйелін бақытты қыламын деп уәде береді. Сол құлыпты ашу керек, кодын подбирать етіп.
И ол әйелдің жүрегі ашылған кезде ондай әйелдің қасында еркек әлемін жарады. Қазіргі күнде байқасаңыз, тойда 20 апа отырса, қанша ата отырады? 10. 10 ол көп, 4-5 ата отырады. Неге? Қайда кетті қалғандар? Инфаркт, инсульт, анау болды, мынау болды, дұрыс па? Еркектер әйелдерге қарағанда азырақ өмір сүреді деген. Неге білесіз бе? Әйел адам жылап, подружкасымен, психологпен сөйлесіп ішіндегісін шығарып алады. Еркек шығара алмайды. Еркек кішкентай кезінен аузынан ұрған, сен еркексің, сен жылама. Қатындар жылайды, сен еркексің. Еркектер бүйтпейді, сөйтпейді. Шығарма үніңді, үндеме. Ол қыз ғой сөйлей берсін, сен еркексің, үндеме тұр деп. Сөйтіп ана жабады. Оның бәрі жабылып, түбінде жүрегі или мына жерде капилляр жарылады. Уже өзім керек емес, мен уже ойым пікірім жоқ. Неге ішіп алған адамның әңгімесі, сен мен сыйлайсың ба, сыйламайсың ба, түсінесің ба, түсінбейсің ба? Мәселе ішкенде емес, мәселе көңілде деп отырады. Өйткені көңіл шықпайды. Ішіп алған кезде қызы келеді, папа алқаштармен араласпашы, неге? Тіл тигізбе, олар мені түсінеді, олар әулиелер. Сен шешеңе қарағанда олар хотя бы мені түсінеді. Ішіп, инфаркттан, инсульттан кішкене тоқтайды. Бірақ дұрысы маманмен сөйлесіп, іштегі травмалардың бәріне орнына қойып, үйдегі жарыңмен сөйлесе білуің керексің да отырып. Қазір көбінесе әпкелеріміз кеп, әйелдер кеп, күйеулерімен сөйлесейін десе, анау тек қалады да қатып қалады, тырысып кетіп қалады. Сөйлемейді, үндемей, 2-3 күн жұмыстан кемей кеседе бұлданып отырады, телевизорын қосып алады, телефон қосып алады, үндемейді. Сол эмоцияның бәрі жиналады. Бір күні авария болады, инфаркт болады, инсульт болады. Сөйтіп 60-тан асқан кезде уже еркектер жоқ. 3-4 отырады, рухани өскендер отырады, или шетіндер отырады. Болды, қалғандар бәрі өліп қалған. Ал осы тұста айта кетсек, сіздің көпшілікке ұнамайтын, бірақ өзіңіз 100% дұрыс деп санайтын бір пікіріңіз бар ма? Бүгін күнде Инстаграмды ашып қараған кезде бір айдың ішінде 30 миллион қаралым болады екен менің парақшамда. 30 миллион, то есть вовлеченность аудитории. И 30 миллионнан бір айдың ішінде. Бір айда менің парақшама бір 10 мың адам подписка жасайды. Примерно 3 мың адам отписка жасайды. Сонда түбінде 7 мыңға қалып тұр. 30 миллионның ішінде 7 мың адам. То есть бұл әлемде 94% адам бот болып кетеді ғой. Адасып, ұйқыдан ояна алмай, деп жеп, ішіп, не үшін жаратылғандарын түсінбей, просто кетеді. Бәрі как будто болып кетеді. Как будто успешный, как будто крутой. Қазір көшеге шығыңыз, көшедегі машиналардың ішінде қайсысы наличкаға алынған? Бәрі рассрочка, бәрі кредит, бәрі күнделікті 20 мың төлеп жүр. Не үшін? Как будто успешный болып көріну үшін. Китайский алады, күшті болып жүреді. Сол сияқты мен бәріне ұнай алмаймын. Дженнифер Лопесті да қанша еркектер ұнатпайды. Қанша күшті болып тұрған мисс Мираға да қарап, бір түрлі екен ғой. Сондықтан сол сияқты ақиқатты әр адам естуге әлі дайын емес. И ақиқатты жүрегімен сезіп тұрса да ақылы тырысып, жоқ, мен қуып кеттім, мынау не деп жатыр деген әңгіме айтуы мүмкін. Сондықтан хейтерлер көп. Инстаграмыңызда қарап шыққан болатынмын. Негізі өзім үзбей қарап тұрам. Сіздің контентіңіздің көп тақырыбы негізі отбасы жайында болатын сияқты, я? Отбасы жайында, әйел мен еркек қарым-қатынас деген секілді. Я, сол темаға оралатын болсақ, кейбір аналар өздерінің ұлдарын келіндерінен қызғанып жатады. Сондай проблемалар өте жиі кездеседі. Түбін білгіңіз келе ме? Иә. Түбі бұлай. Әйел адам кішкентай кезінде әкесінен қатты ренжиді. Әкесінен ренжиді, бірақ өскеннен кейін ақтап алады. Бірақ түп санасында травмалар қалып кеткен. Олар шешілмеген. Сөйтіп өскеннен кейін оның әкесі Асқар Тау ретінде қабылданбаған, претензиясы бар. Ол ақылмен ойлайды, я проработалась, прокачалась деп. Бірақ өмірінде келген еркек, таңдаған жары 1-2 жылдан кейін жынды бола бастайды, короче. И әкесінен қабылданбаған қасиеттердің бәрі ана еркектің ішінен бастайды. Әкесі ішетін болса, мынау шегетін болады. Әкесі есіктің алдында карта ойнап, көршілермен төбелесіп жүрсе, мынау казино ойнап, короче, игроман болады. Қыдырып, басқа қатындарды суғарып, ауылдың ішінде деп жүре ма? Бұның күйеуі де, короче, қыдырып жүреді. Енді бұл түсінеді да, мына еркектен адам шықпайды. Бұл что-то бір түрлі екен дейді да, не істейді? Уже анаған крест қояды. Бірақ үйде ұл өсіп келе жатыр. И ол ұл баланы мен осыдан бір адам жасаймын ау. Бұны Құдай өзгерте алмады, бұның ата-анасы өзгерте алмады, қоғам өзгерте, мынаны мен адам жасаймын дейді де, сөйтіп шешім қабылдайды.
бірақ 13-14-ке келген ұл бала бойында гормондар бөлінеді. И ол гормондар бүкіл қыздарға, бүкіл әйелдерге жағымды болады. Бірақ именно сол гормонды шешесіне жағымсыз қойған ғой Құдай. И шешесі жуынсай ше, барсай ше, мына битсей, тырнағыңды алсай, шашыңды ұрсасай деп шешелер ұлдарына сөйтіп жынданып жүреді. А бұл мұрны жабат, гормонды сезбейді. Күйеуін идеализировать ететін әйел ұлын идеализировать етеді, бессознательно ертең өскеннен кейін мені бағасын, ертең сен менің болашағымсың деп анаған байлайды. Кіндігімен аны орайды. Оны кінәлі сезімді мойнына іліп оратады. Сөйтіп өскеннен кейін қатынаса, біреу әкесі анау мынау дейді. Бірақ бұл бейсаналық деңгейде мамасына уже үйленіп алған. Мамасы бұған күйеуге шығып алған. Оны эмоциональный инцест дейді. Сөйтіп солар өмір сүреді, и бұл шаршайды бала. Шаршағаннан кейін не істейді? Шешесі қартайып жатыр, ұят болады, кінәлі сезімі бар. Сөйтіп қоғамда шешесіне ұқсайтын, бірақ кінәлі сезімі бар қызды табады. Сен мен шешеме қарайсың, әке шешеме қарайсың дейді, әкеледі үйге байлайды, өзі қашады. И сырттан басқа біреулермен мутить етіп, андай қылып жүреді. И бұлда постоянно сұрақ. Бірінші мамама алып беремін мен шубаны дейді. Сосын саған әперемін. Анасын бірінші орынға қояды. Енді сен ана жерің не қылған кезде, желанияң секске тартылған кезде барсай анаңа бірінші, сосын маған кел деп әйел айтпайды да. Өйткені оның ішінде де кінәлі сезім бар. Тең-теңімен, тезек қабымен дейді. Бәрі бірін-бірін тартып алған. И сол жерден треугольниктер орнынан қозғалып кетеді, сонымен басталады. Шешімі қандай? Шешімі ұл кінәлі сезімін прорабатывать етіп, кіндігін кесу керек. Өйткені маманың бақытына папа жауапты. А ол папамен бірге бола алмаса, ол менің зона ответственность емес. Мен қолымнан нәрсені кейін істеймін, бірақ менің өзім жанұям бар. И мамамен әйелді бір деңгейге қойға болмайды, өйткені орындары бөлек та. Екі түрлі адамды бір жерге қойып, мамам бірінші орында, қатын жолда, бала белде, не әңгіме? Оның түбін зерттесеңіз, вообще басқа нәрсеге айтылған. Маңыздысы бұл жерде сен мамаңа лайықты бала бол. Күйеу болма оған. Сен оның ұстазы, папасы, ағасы болма. Үйдегі жарыңа да сен күйеу бол. Оған әке болма, оған ұстаз болма. Мысалы, қазіргі күнде бір-екі апта намаз оқитшы күйеулер. Сөйтіп сақалын жіберіп, мешітке барып, енді көзге ұнайды да, мынау тақуа болыпты ғой деген. Сөйтіп үйге келеді де қатын айтады. Қатын отыр дейді. Сөйтіп бастайды. Алхамдулилля, вассалату вассаламу ва расулилля амма бад. Егерде дейді деп. Сөйтіп насихат жасайды әйелге. И бұл әйеліне иман болып отыр ғой. Сөйтіп насихат біткеннен кейін жүріп спальняға барамыз дейді. И әйел айтады, что-то голова болит, я устала дейді. Давай ертең дейді. Оның себебі неде болып тұр? Әйел иманмен жыныстық қатынасқа кіргісі келмейді. Әйел әкесімен жыныстық қатынасқа кіргісі, ағасымен, ұстазымен жыныстық қатынасқа кіре алмайды. Әйелге күйеу керек. И хадис шарифта не деп айтылады? Сендер күйеулерің қалаған бермесеңдер, сендерді періште таңға дейін қарғайды дейді. И сөйтіп соны көп еркектер алып алады да, кінәлі сезім білдіріп, әйелі қаламаса да соны істетеді. И ол жерде күнә қай жерде кетіп жатыр? Ол кінәлі сезім арқылы. Кінәлі сезіммен қосылған паралар түбінде күйеу жатады, что-то біртүрлі болды, анау мынау деп, сөйтіп қатын ренжиді. Сен берсең бәле, бермесең тағы бәле. Все время недоволен деп ұрсады сөйтіп. Сен мен жақсы көрмейсің, мен екінші қатын аламын дейді. Сөйтіп 40-та қылық шығады дейді ғой. Сол 40-та еркекте сезім пайда болады. 40-қа дейін еркек ақылмен жүреді. Бәрі сағат сияқты тық-тық-тық етіп жүреді. Әйелде сезім болады. И бұл ақылымен әйелдің болмысын өлтіріп тастайды да, бұдан еркек дайындайды. И бұл еркек болып жауапкершілік алып, уже мықты болып, бір сөз айтса, мынау уже 3 сөз конкретно доводтармен берген кезде, мынау іштей 40-та сезім пайда болған кезде біртүрлі сезінеді. Сосын не істейді? Мен екінші әйел аламын дейді. Сосын мен сенімен ажырасамын, сен что-то біртүрлі болып кеттің, мен жақсы көрмейсің, анам. Конечно, еркек болып кетті. 20 жылдың ішінде сен оның еркек қылып жібердің. Сөйтіп 40-та қылық шығады дегеннің түбі осы жерде жатыр. Енді бұл біздің зерттеуіміз. И бұл келген адамдардың бәрі, пациенттердің, адамдардың бәріне сай кеп тұрады. Айтам, сондай болды. Сондай болып қалды. Мен де уже жұмысқа шығып алдым, ана балалардың жағдайы бар, үйдің шаруасы бар, анау бар, мынау бар деп, сөйтіп еркек болып кеткен ана. Сөйтіп мұрты өсіп кетті дейді ғой қазақта. Сөйтіп ана еркек уже ішінде сезімі пайда болып, оған бұрынғы махаббат керек, сүйсу, мусу, I love you, құшақтап, сообщение жазып жіберу. А үйдегі қатын уже бүйтіп жүреді, жынсың ба? Қайдағы жақсы көре ме?
қайдағы свидание, жынсың ба деп. Сөйтіп бұл барып біреуді тауып алады шеттен, и сонымен конфетный букет береді болады. Өйткені бұған уже мама болып алған. Сөйтіп түбінде жаңағыдай рокировкалар көп болып кетеді да іште. Сондықтан әркім өзінің рөлін атқарса, бәрі орнында болады. Әйел адам күйеуімен бақытты болу керек. Абай атамыздың бір сөзі бар. Идеальный муж. Какой муж? Сіздің ойыңызша идеальный муж қандай? Түсіну сияқты әйел. Әйел түсіну дейді. Біреулер айтады щедрый дейді. Біреулер андай, мындай дейді. Жоқ, идеальный муж, Абай атамыздың несі тұр ғой. Идеальный муж, мертвый муж дейді. Тірі кезінде күйеудің қадірін әйел түсінбейді. Өледі ғой, сол кезде идеализировать отырады ғой, ой, мен байым осындай еді, менің арыстаным мынандай еді деп ше. Сондықтан тірі кезде қадірін түсініп, бір-біріңді түсініп, бір-бірлерімізге жолды подсвечивать етеді ғой, жолды бағытты көрсетіп, поддержка болып, бір-бірімізге лайықты жар бола алсақ, сол кезде өзгеріс болады. Сен лайықты ұл қалайсың ба? Лайықты ана бол. Лайықты күйеу қалайсың ба? Лайықты ана бол. Лайықты әйел қалайсың ба? Өзің одан не күтесің? Өзің сондай бола білсей. Өйткені зинақорға зинақор, тақуаға тақуа деп уже Құранда Құдай уже айтып қойған. Сонда сау отбасының ережесі сіздің айтуыңыз бойынша, менің түсінгенім бойынша, әркім өзінің рөлін атқару. Міндетті түрде. Әркім өзінің рөліне тұра ма, Құдай береке береді. А біз рөлдерді атқармаймыз. Бәріміз ақылдымыз ғой. Бәріміз аспаннан топ етіп түсіп, бәрін біліп, сен бүйтсей, айттым ғой, бүйтпейсіңдер ма, сөйтпейсіңдер ма деп, бәрі ақылды болып кетеді. Ақыл сұрамай ма, айтпа. Бірінші өзіңнен баста деп тұр ғой. Өзің өзгермей, бұл әлем өзгермейді. Рахмет, Нұрлан мырза. Енді жаңағы басынан бастап айттық қой, көптеген тақырыптарды қозғадық, аштық, түсіндік. Сол тақырыптардың барлығын қорытындылай келе, адам бақытты болу үшін сонда не істеу керек, бір сөзбен айтқанда? Менің ойымша, ол қазіргі бір деңгейге келді, бір жерге тақалды, бақытты іздеп жүр. Бір варианты. Мына кеудеде жүрек постоянно бірдеңкені іздеп тұрады. Тартылып тұрады. Ақыл айтады, Мальдиваға барып келейік дейді. Сөйтіп Мальдиваға барады, бір-екі ай жүреді, что-то не то дейді. Бай болу керек, миллионер болу керек дейді. Ақыл айтады. Жүректі алып алады да, сөйтіп бай миллионер болудың жолын іздейді. Ақша келеді. Ақша көп отыр, бақыт жоқ. Давай Lamborghini алып аламыз дейді. Сөйтіп машина алады, үй алады, қатын алады, күйеуге шығады, бала туады, үй түбінде әлі жоқта бақыт. Бір түрлі что-то не то. Не болды сонда? Мынау қайда тырысып жатыр? Короче, мына жүректің қожайыны бар. Ол қожайынын іздейді ше. Мына жындыбас, бұны адастырып, апарат анда бар, мында бар, туда суда дейді. То есть мына жерде адам өзін бос, сенімді, еркін ұстаса, бақыт келеді. Бірақ біз постоянно бізде жоқ нәрсе бізде пайда болса, сол кезде бақытты боламыз деп ойлаймыз. Ондай емес. Пустота мына жерде тұр. Бұл жерде тұрған адамның жүрегінің маңайында жабысқаған тәкаппарлықтар бар. Тот басып қалған сияқты болып тұрады ғой, шетінде. Сол тот басылған тәкаппарлықтар кішкентай кезде травмалар. Керек емеспін, жаманмын, тупоймын, әдемі емеспін, бейшарамын деген осы негативный самоопределение дейді. Солар алынып тастамай, регрессия жасап, өткен шаққа деген көзқарасын өзгертіп алмаса, болашақта ол бақытты өмір сүре алмайды. Өйткені уже ол адамның жүрегінің маңайына жабысып қалған. Бұл өткен шақты өзгерте алмайды ғой. Бірақ өткен шаққа деген көзқарасын өзгерте алады. Мысалы, біз бүгін күнде бәріміз бүйтіп ойлаймыз. Анада бір кісі келді, айтады, менің воспитательницам орыс кісі еді, толық орыс апа еді. Қазіргі күнде бүкіл орыстар, толық орыстар жек көрем дейді. Көзің жұмшы деймін да, көзің жұма. Сөйтіп регрессиямен көз алдыңа толық әйел адамды, орыс әйел адамды елестет. Қай жеріңде ыңғай сезім тұр десе, мына жеріме көмейіме бірден келіп тірелді дейді да. Сізде болатын шығар, мына жерде сол травма. Мына жеріме тірелді. Бұл күшейіп кету үшін не болу керек десем, ана қатын келіп мен шашымнан құлағымнан ұстап алып итеріп берсе, мен ана жерді жарыламын дейді. Көз алдыңа елестет, сол болып жатса қандайсың десе, мен бейшарамын дейді. Енді қазір мен оның өткен шағы жайлы көзқарасы дұрыс емес екенін, жалған екенін мен қазір дәлелдеймін. Сезім қайдан пайда болғанын іздейміз. Бейшара кішкентай өзіңді тап. Сөйтіп садикке барады. 4 жасында бұл мынандай белсебеттің спицасын тауып алады.
Соны алып алып, жұрттың көзінше, балалардың көзінше айтады, мен қазір мынаны мұрныма мына жеріме тығып, мына жақтан шығарам деп, ананы кигізіп жатқан кезде воспитательницасы келіп, құлағынан алып, ана бөлмеге тығып жібереді. Лақтырып жібереді. И бұл тек қана құлағынан тартып, ананы ұрысқаны ғана есінде де. Бұл ананың ауруын сезбеді ғой. И қазір сол жаққа барып келген кезде бұл есіне түседі, регрессия арқылы есіне түседі. И ана тәтеге, орыс тәтеге көзқарасы өзгереді ғой. Сөйтіп көшеге шығамыз, мен офисім Панфилова, мен Төле бидің қиылысында көшеге шығамыз, и көшеде соған құсайтын әйелдер іздейміз ғой, толық орыс әйел. Ана көреді, қалай десем, түк жоқ дейді, мына жерде түк жоқ дейді. То есть менің беретін кеңесім, мүмкіндік болса, бір-екі проработка алып алған адам өмірде ол бірдеңкені дәлелдеу үшін емес. Бүкіл кішкентай кезде жаманмын деген травма алып қалған адамдар өмір бойы жақсы екенін дәлелдеп жүреді. Керек емеспін, ұл күтті, апам мен атама апарып тастады деген травмасы бар адамдар өмір бойы өзінің керек екенін дәлелдеп кірмейтін жерге кіріп жүреді. Әлсіз таяқ жеп қалған, мамасын қорғай алмағандар өмір бойы мықты екенін дәлелдеп тырысып жүреді. Бишаралар басқасын дәлелдеп жүреді, тупойлар ақылды екенін дәлелдеп жүреді, уродтар әдемі екенін дәлелдеп жүреді. Сөйтіп бәрі компенсацияда болады. Бірақ компенсациямен масштабқа или үлкен деңгейге шығу мүмкін емес. Бір жерге жетеді, содан тұрып қалады стеклянный потолокқа. Сондықтан өткен шаққа деген көзқарасын өзгертсе, мынаның бәрінен өтеді де уже доказывать етіп, компенсировать ету үшін емес, созидать, служить, өмірге қызмет етем, адамдарға пайдалы болам дейді де үлкен масштабқа шығады. Бізде осы Алматы қаласында шілденің 10-11 күні Республика сарайында Ньюми 360 Global форумы өтетін болады. Ол жақта яғни әйелдердің ішкі трансформациясы, әртүрлі 7 бағытта осы психология, психосоматика, пластикалық хирургия бәрі қамтылған болады. Біз сізді сол жақта бұйырса спикер ретінде күтетін боламыз. Құдай қаласа келеміз. Иә, бүгінгі тақырып өте өзекті болды деп ойлаймын, актуалды темалар қозғалды деп ойлаймын. Сіздің келгеніңізге өте үлкен рахмет. Барлығы өте түсінікті, күшті болды. Бұйырса сіздермен тағы да кездесеміз. Сіздермен болған Ньюми 360. Келесі кездескенше.